Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай сметанник пирогын дайындаймыз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп алып, оған сары майымызды осылай үккіштен өткізіп қосамыз. Одан соң оған қопсытқышымызды, жұмыртқамызды және де қантымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды бетін жауып, кемінде жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Енді осы аралықта салмасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызға қантымызды және ванилинімізді қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Енді осыған қаймағымызды қосып, тағы да бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне бізде осындай масса шықты. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, пергамент қағазы төселген формамызға салып, осылай шеттерін көтеріп саламыз. Содан соң оған салмамызды құйып, 170-180 градусқа пешке жібереміз. 45-50 минутқа. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Мен осылай қант ұнтағымен әсемдедім. Сіздер осылай не болмаса шоколадты құйып әсемдесеңіздер де болады. Ас болсын барлықтарыңызға.